Біз сіздермен WebMoney арқылы әліпбиге юан салатын боламыз. Енді біз өзіміз заявка дайындап салатын боламыз. Алдыңғы видеомда сіздерге дайын заявкамен көрсеттім. Енді өзім дайындайтын боламын. Exchanger Money'ге кіресіздер, все варианты. Әліпби деген таңдаймыз енді. Вывод через электронный деньги деген таңдайсыздар. Енді әліпби таңдап аласыздар. Басқа жерлерін баспаңыздар. Вымызын таңдайсыздар. Басудың қажеті жоқ басқасын. Енді біз көріп аламыз. Мен 10 вымызыға істейтін боламын. Бірінші покупканы көресіздер. Қанша келеді екен? 61-де 22. Ең біріншісінде тұр. Есімізде сақтап аламыз. Кейін продажағанда көресіздер. Продажада 57-де 50. Біз енді екеуінің ортасындағы осы ең біріншісіне шығатын қып істеуіміз керек. Сонда біз 61-де 10 істесек болады. Сонда біріншісінде тұрады. Ол үшін продать на своих условиях дейміз. Енді вымызы қанша? 10 вымызымыз бар. Негізі курс бойынша 60 береді екен. Біз енді 60-та 10 дейміз. Қаласаңыздар 20 десеңіздер де болады. Себебі 22 болып тұр ғой. Енді өзіңіздің атыңызды, номеріңізді жазып қоясыздар. Дұрыс жазылу керек. Подать заявку дейсіздерді, да дейсіздер. Енді сізге дайындарын көрсетеді. Біз өзіміздікін қоятын боламыз. Создать свою заявку деп істейсіздер. Енді оны көру үшін вернуться к списку дейсіздер. Соған кіріп, енді біріншісіне шығатын болады ол. 10-ды бассаңыздар. Біз 10 вымызыға істегендіктен 10-ды басамыз. Міне біріншісіне шықты. Негізі біріншісіне шыққан тезірек адам келеді сіздерге, контрагент тез табылады. Сол үшін біріншісіне қоясыздар. Сол үшін қанша ақшаға, мысалы қанша вымызыға алатын болсаңыздар да, бірінші покупканы да продажаны да көріп аласыздар. Кейін покупканы ең басындағын азырақ істейсіздер. Сол кезде контрагент тез табылады. Тезірек вымызы сатып аласыздар. Енді біз күтіп отырамыз. Контрагент табылғанда сообщение келеді бізге. Табылды деп. Оны қайдан көреміз? Біз оны WebMoney'дің өзіне кіреміз. Чаты деген жер бар ғой, солған кіресіздер. Соның ең төбесінде шығып тұрады, сообщение болып келеді. Осы жерінде тұрады. Сізге адам табылды деп. Осы жерінде тұрады. Енді контрагент әртүрлі табылуы мүмкін. Мысалы, сіз заявка қойғаннан кейін 10 минутта табылуы мүмкін, 1-2 күн күтуіңіз мүмкін, әртүрлі енді. Мен негізі қойғаннан кейін 15 минутта да табылғандар болды. Видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Тағы видеолар қоятын боламын.